Дубайдан Европаға ұшып көрдіңіз ба? Сырт көзге біз тұтынушы ретінде айтайын, ең үздік компания. Питер Фостер қаншалықты керемет маман екенін біз сол кезде ғана сеземіз. Лоукостер болып ашылды ғой негізі. Енді ол монополист, оның ішінде протекционизм түгеліменен. Неге олар үйтіп істемейді? Бұл халықтың негізі базынасы былай айтқанда. Еліміздің президентін көргенде мақтанышпен қарайсың, себебі әртүрлі елдер әртүрлі ұшақпен барады, бірақ біздің еліміздің президенті ұшағы ескілеу болса да, оны да ескертіп қою керек. Ол ұшақ 15 жастан асты. Абыл мырза, армысыз? Студиямызда көргенімізге қуаныштымыз. Соңғы кездері енді авиация саласында жаңалық өте көп. Соны енді сізбен әңгімелесу үшін студиямызға шақырдық. Жалпы әңгімеміздің әлқиссасы болсын, Питер Фостер мырза туралы 20 жыл бойы Air Astana компаниясын басқарды. Жалпы осы аралықта қандай өзгерістер болды және ол кісінің, Питер Фостер мырзаның жұмысына көңіліңіз тола ма? Сырт көзге біз тұтынушы ретінде айтайын, ең үздік компания. Бізге барлық условия дейміз ғой, барлық жасалған деген сияқты бізге сырт көзге. Сіз 20 жылдық осы жұмысына көңіліңіз тола ма, Фостер мырзаның? Бұл жерде осы сұрақты үшке бөлейік. Біріншісі, Питер Фостерға ол осындай мүмкіншілікті пайдаланды, оған берген мүмкіншіліктің бәрін енді мынандай ресурстар болған соң түгелімен пайдаланды. Енді мына авиакомпанияның деңгейін дегенде, сапасы, қызмет көрсету сапасы дегенде, енді 20 жылда бізде мына ұшақтарымыздың бәрі narrow body, широкофюзеляжный ұшақтарымыз жоқ. Ол дегеніміз? Ол алысқа ұшатын ұшақтар. Бізде мысалы үшін қанша жыл болды, Токио дейді, Сингапур дейді, Лондон, Нью-Йорк деп айтып жатырмыз ғой. Бірақ Лондонның өзіне 7 сағат анандай кішкентай ұшақпен ұшу, ол менімше адамды қинайтын нәрсе. Андай тығыз кішкентай ұшақтың ішінде. Сосын біз енді өзіміз басқа авиакомпанияларымыз көрген жоқ шығармыз. Мен мысалы үшін енді шетелдің әртүрлі авиакомпаниясын көрдім. Бізде салыстыратын не жоқ дейсіз ғой? Біз салыстыратын авиакомпаниямыз ол Қазақстанға ұшып келетін авиакомпания. Бірақ біз түсіну керекпіз. Қазақстаннан мысалы үшін Франкфуртқа, Стамбулға, басқа елге ұшатын ұшақтар, олар пассажирлерді сол жерге алып келетін ұшақтар. Бізде Air Astana ол флагман, ол елдің ана елменен байланыстырып отыратын авиакомпания. Сондықтан олар мына бағытқа второстепенный ұшақ қоятын болса, біздікі сапасы мықты авиакомпанияны қоямыз. Ол бір нәрсе. Сосын мысалы үшін бізде ұшу уақыты ұзақ рейстер жоқ болғандықтан, біз сапасын қандай болатынын білмейміз де. Біздің тұтынушылар. Мысалы үшін ақш пенен Қазақстанның арасында ұшқанда біз мына араб елдері арқылы немесе Европа арқылы, Франкфурт көбінесе. Франкфурт бар, бұрын Амстердам болатын, сол елдер арқылы ұшамыз. Сол авиакомпаниялармен салыстырамыз. Бірақ мысалы үшін Emirates пенен Дубайдан Европаға ұшып көрдіңіз ба? Біздің тұтынушылар Қазақстаннан тіке Европаға ұшады. Мысалы үшін Дубайдан Европаға ұшып көрсеңіз, қызмет сапасын салыстырып көрсеңіз, басқа дәреже. Сондықтан біздің Air Astana орташа авиакомпания деп санауға болады. Қызмет сапасы жоғары деуге де тілім бармайды, бірақ орташа жақсы 4 жұлдызы бар авиакомпания. Ал енді осы жағдайды Fly Arstan деп олар бөліп, өзіміздің ішкі нарығымызға Air Astanaдан біз уже көруден аман болдық. Қазір ішкі нарығымызда тек қана Fly Arstan ұшып жүр. Оның қызмет көрсету сапасы Air Aстананың өзімен салыстырғанда жермен сондықтан ол жерде
ол қызмет сапасын арттырды, ол бір деңгейде деуге мен өзім олай айта алмаймын. Ол жаңалық алып келген жоқ. Яғни қолында ресурс болды, ақшасы болды, соны тиімді пайдаланды, болды дейсіз ғой. Ешқандай жаңашылдық ештеңе болмады. Мысалы үшін қазір бүгіннің өзінде бізде ұшақтардың жетпеушілігі көрініп отыр. Ішкі нарығымызда кейбір бағыттарда ұшақтар жетпеушілігі бар. Кейбір бағыттарда ұшу үшін екі әуежайды ауыстырып ұшу керексің. Оған қоса рейстерді енді біз Қазақстан болғандықтан әртүрлі жағдайлар болып кетеді. Мен мысалы үшін Қызылордадан Павлодарға ұшу үшін Алматы немесе Астана арқылы ұшу керекпін. Ол бір. Екінші, бір-екі ай бұрын біреудің тойы, біреудің өлімі болады деп біз ешқашан жоспар алмаймыз. Сондықтан нақты уақыты келгенде билет сатып алайық десек, ол көбісіне мен кейде өзім күлем, Египетке немесе Турцияға барып келгенде бірдей бағасы. Иә. Сондықтан ішкі нарығымыз қолжетімді ма? Жоқ. Көбісіне ол өте ақшасы. Сондықтан Эйр Астана нақты осы бағытта қанша адам ұшатын білет, жыл сайынғы статистикасы бар. Ұшақтардың мысалы үшін 10 ұшақ ұшса, емкость мынандай болады. 5 ұшақ ұшса, емкость мынандай болады. Сондықтан олар 5 ұшақты ұстап отырып, өзіне керекті табысын көріп отыр да, басқа ұшақтарды қосып, басқа авиакомпаниялармен бәсекелестігі де жоқ ішкі нарығымызда. Енді халықаралық бағытты алсақ, 70% орны туристік компанияларға сатылып қойған, алдын ала жоспарланып сатылып қойған. Сондықтан авиакомпания өз жерде табыс көреді. Себебі олар алдын ала, мысалы үшін Стамбул болсын, Түркия болсын, Араб елдері болсын, Вьетнам елдері болсын, олар өздерінің рисктарын туристік компанияларға беріп қойды, таза ақша көріп отыр. Сондықтан кейбір кездерде мен ойланатын себебім, ішкі нарықты қамтамасыз етудің орнына олар сол бағыттарды көбірек ұшқысы келеді. Себебі табыс көп. Ол валютамен келетін табыс. Енді 25 жыл өтті. 25 жылда осы авиакомпанияны ақырындап бәсекелестікке жіберу керек. Сол кезде біз Питер Фостер қаншалықты керемет маман екенін біз сол кезде ғана сеземіз. Себебі қазір біз оны әлпештеп, кішкентай бала секілді жан-жағын сақтап отырамыз. Ал нағыз бәсекелестікке кірсе, ол жерде қазір халықаралық бағыттардағы үлкен авиакомпаниялармен бәсекелеске түссе, сапасынан да, қызмет несінен де біз салыстыра алмаймыз. Бүгінгі дейін осы авиакомпанияны сақтау мақсатында осындай іс-шараларды жүзеге асырып отырмыз. Бірақ оның екінші жағы бар. Авиакомпания құлбырап бір жағдайларға ұшырамасын деп жасап отыр. Бірақ біз 25 жылдан бері осы авиакомпанияға мүмкіндік бердік. Енді авиакомпанияға ондай көзқарасты бөлмей, өзіміздің инфрақұрылымымызға көз аудару керекпіз. Себебі біздің әуежайларымыздың жағдайы мәз емес. Әсіресе аймақтағы әуежайларымыздың жағдайы өте нашар. Мысалы үшін кейбір әуежайлар 2-3 рейс аптасына қызмет көрсетеді. Ол әуежайдың инфрақұрылымының жағдайына өте қатты тиіп отыр. Ендігі де осы Эйр Астананың ұшақтары өз жерге ұшқысы келмейді. Себебі жаңа су ұшақтарменен инфрақұрылымы нашар әуежайға ұшқысы келмейді. Оның қызмет көрсету жағдайына да мысалы айтуға болады. Тағы да бір айтып кететін мәселе, біз Эйр Астана біздің еліміздің ең дамыған авиакомпаниясы секілді көрініп отыр ғой. Оның бір кемшіліктері кетсе, ол кемшіліктер біздің елімізге де әсер етуі мүмкін деп біз одан да қорқамыз. Сондықтан біз мамандар ауысса да,
қандай сапасы нашар болса да біз енді өзіміз оны қолдау керекпіз. қолдау көрсетіп оны осындай жағдайға ұшырамауға мүмкіндігіміз келгенше жасайтын нәрселердің бәрін сондықтан мен қазір ашық айтып отырмын, мынандай бар, бірақ мысалы үшін біз өзіміздің нарығымызды, ішкі нарығымызды басқа шетел авиакомпаниясына берсек, ол біздің Air Астананы тез арада бағасымен өлтіріп тастайды да, өздері мына мысалы үшін Fly Araстанды көрдіңіз ғой, аймақтарға ұшқанда басында бағалар өте тиімді, төмен болатын. Лоукостер болып ашылды ғой негізі, қолжетімді. Сосын біраздан кейін Air Астананың өзі ол бағыттан шығып кеткеннен кейін бағалары өсе бастады. Оның үстіне басқа авиакомпанияларда мына Fly Araстанмен бәсекелестікте жұмыс істей алмады да, Скат болсын, Қазақэйр болсын, мына тек қана Fly Arastан ұшатын болды да, қазір Fly Araстанның бағасы Air Астананың бағасынан да кейбір кездерде қымбат. Оны көп ұшпайтын адамдар білмейді. Ол білінбейді, себебі басында айтып кеткендей, рыноктың осы бағытта ұшатын емкості бір, олар оны сәл төмендетіп, өзіне бағасын көтеріп отырып жұмыс істейді. Ол жерде енді ашық сөйлесіп отырмыз ғой. Сондықтан бұл жерде бір авиакомпанияның осындай бір кемшілігі бар. Мына жерде бәсекелестік болса, олар бір-бірін кемшілігін жауып, бағаларында төмендететін, ұшатын уақыты мен бағыттарында басқаша қарайтын еді. Қазір оларға тек қана бір авиакомпания ұшатын болғандықтан, енді 70% ішкі нарығымызды қамтамасыз етіп отырған Air Astana группасы ғой. Сондықтан олар қалаған бағытты, қалаған уақытын, қалаған бағасын өздері таңдап отырады. Сондықтан ол жерде осындай бір енді жүйенің екі жағы бар. Қолдаймыз деп отырып, мынандай жағдайға ұшырап отырмыз деген мәселе. Яғни монополист болып тұр ғой, енді мәжіліс депутаттарының сөздерімен айтқанда. Енді ол монополист, оның ішінде протекционизм түгеліменен. Мына біздің депутаттар айтқанменен осы жүйе түгел, осы әртүрлі қорқынышты мәселелерді көтеріп, мысалы үшін біздің азаматтық авиация комитетінде мына бағытта ұша алмай қалсақ, ертең айқай шу шығады. Сондықтан сөйтіп қорқытып қояды. Мына жерде тұтынушылардың мына жағдайына әсер етеді деп сол жерден қорқытып қояды. Сондықтан бұл протекционизм мен монополизмнің себебі. Осы жерде біздің монополияны біртіндеп бұзу керек екенін бәріміз де түсініп отырмыз. Түсінеміз, бірақ біз қайтадан Air Astana, Fly Arastаны бөліп, бұл монополияны жою деген мәселе, бұл қате түсінік, себебі бір группаның ішіндегі авиакомпания болғандықтан, олар бір саясатты өткізіп отыр, бір-бірінің қолдауын жасап отыр, ұшқыштары, мына қазір соңғы кезде Air Астананың рейстерін Fly Araстаның ұшақтары ауыстырып отыратын себебі де бұл бір авиакомпания деп санау керекпіз. Сондықтан бәсекелестік толығымен болу керек болса, бұл екі авиакомпания бір-біріне ешқандай қатысы болмау керек. Бірақ мына жерде тағы да мына Питер Фостерді айтып кетсек, Питер Фостер өте қу жасады. IPO-ға шығарғанда Fly Araстанды бөлек шығармай бірге салып жіберді. Fly Arastаны. Air Astana мен Fly Araстанды бірге салып жіберді. Енді бөлу үшін бұл үлкен қиындыққа келуі мүмкін. Сондықтан ол осы жерде қайтадан өзінің мүмкіншілігін пайдаланып, осындай жағдай жасап жіберді. Ол компания үшін тиімді емес пе негізі? Ол авиакомпанияның IPO-да шығарғандағы құнын жоғартады. Бірақ біздің тұтынушыларға бәсекелестік жоғы билеттің өте қымбат болғанына себеп болады. Яғни қымбат компания, қымбат условияларды қымбат деген сияқты. Жақсы. Питер Фостер тағы бір айтып кетейік. Жалпы кетуіне не себеп болды дейсіз? Не себеп болды деп ойлайсыз? Себебі Fly Arastанда бір дау-дамай болды, өзіңіз білесіз, жаңағы ұрлық іс туралы. Сол себеп па, немесе басқа да бір себептері бар ма? Сосын Фостердан кейін жүйе өзгере ма Air Astana компаниясында? Питер Фостердің кету мәселесі менімше алдын ала жоспарланған мәселе. Ол ешқандай мына дауларға немесе басқа нәрселерге қатысы жоқ. IPO кезінде осы менеджмент ауыстырылмайды деген ақпарат шықты. Сол 2 жылдан кейін Питер Фостер осындай мына
акциялардың бағасы тұрақталмай кете алмай отырды. Енді 2 жылда мен дивидендтер төленді, IPO-ға нәтижесі енді әртүрлі баға беріледі, бірақ IPO толығымен орын алды, сондықтан жасы да жетті, өзінің балдары мен әулетін шетелге көшіріп жіберді. Сондықтан бұл алдын ала жоспарланып отырған өзінің басшыларымен келісілген стратегия болып тұр. Стратегия. Екінші мәселе, орнына келетін маман. Енді өкінішке орай, мен өзім сон бір армандап отыратын емен, ішінен біреу өзіміздің маман дайындап атқан шығар. Осы маман сол авиакомпанияның келешегін ойлайтын, өзіміздің жергілікті маман болатын шығар деп сондай сенімде болатынмын. Өкінішке орай олай болған жоқ, бірақ тез арада Питер Фостердің кеткені әсер етпейді. Бірақ осындай енді авиакомпаниялардың несі бойынша 3 жылдан кейін толық осы ДНК-сы мына қазіргі орынбасары түрік елінің азаматы, ол осы Питер Фостердің атқарған жұмысын толығымен жалғастырса, 3 жылдан кейін біз бірінші несін көреміз, нәтижелерін. 3 жылдың ішінде өзгерістер болмаса, өзгерістер ешқандай болмайды. 3 жыл күту керек қой. 3 жылдың ішінде біз байқаймыз, өзгерістер болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па. Бірақ өзім сезіп отырмын, авиация саласы өте енді консервативлық жүйе болғандықтан, ондай қатты өзгерістер бола қоймайды деп мен өз басым солай ойлаймын. Мен айтып отырмын ғой, авиакомпанияны бәсекелестікке жіберу керек еді, оны бөліп жіберу керек еді. Оның біреуінде жаса қоймайды, себебі өзіміздің көршілес елдерімізді салыстырып көрсек, кейбір елдерімізде авиакомпанияларын болған авиакомпаниядан олар айырылып кетті. Орнына шетел авиакомпаниялары келіп, осы ішкі нарықтың билеп кетті. Бізде осындай жағдайға әкелмес үшін мына Эйр Астананы бәрібір қолдап, осындай жағдай жасап отыратын. Енді жүйенің ДНК-сы. Мамандар жоқтығы деп тұрсыз ғой. 30 жылдың ішінде біз шынымен де жақсы мамандар тәрбиелей алмадық па? Бұл жерде енді маған есіме келіп отырған бір жағдай бар. Мен өзім университет түлегі болғанда өз көзімен естіп, өз көзімен осы мәселені талқылап жүрген үлкен аға буындағы, осы азаматтық авиация саласындағы аға буындағы ағаларымыздың өз аузынан естіген мәселе, мына Эйр Астана авиакомпаниясы құрғанда, мына шетел мамандары 2-3 жылдан кейін өзіне жергілікті мамандарды даярлап, өздерінің орнын оларға беру керек еді. Ол кәдімгідей заңнама бар ма? Ол заңнама емес, ол инвесторлармен біздің келісім. Ол сөзбеше меді, жазбаша меді, бірақ сонда келісім болған. Енді уақыт өте сайын біз 20 жыл Питер Фостердің басқаруын басымыздан өткіздік. Енді ол жарты жылдың ішінде өзінің орнына басқа маманды қалдырып отыр. Ол да шетел азаматы. Енді біз 20 жыл басқарып отырып, жергілікті маманды даярламаған адамды қалай үлкен белгілі маман деп айтуға болады. Ол өзі авиакомпанияны өсірді деп мақтанып отыр ғой, мынандай дәрежеге жетті деп мақтанып отыр ғой. Бірақ керісінше өзіміздің мамандарымызды неге даярлаған жоқ? Ол 2-3 жыл болса түсінікті еді. Бірақ 20 жылдың ішінде өзіміздің мамандарымыздың жоқтығы ол маған өте қатты тиіп отыр. Оған қоса мен мынандай бір кеше мына Қазақэйр авиакомпаниясының ұшқыштары мынандай мәселе көтерді. 16 ұшқышымыз жұмыстан шығып кетті дейді. Қазақэйр. Енді бұл мәселені зерттеп қарасаңыз, біздің көршілес Қырғызстан елінде Осман Эйр деген жаңадан үкіметтік авиакомпания ашылды. Енді мен білетін сол Қазақэйрдің бұрынғы басшысы,
аға ұшқышы, инструкторлары бәрі сол жерге ауысып кетті. Жаңа Қазақ Эйрдан сол Осман Эйр көршілес Қырғыз еліндегі жаңа авиакомпанияға көшіп кетті. Ол бір бөлек. Екінші мәселе, бұрын бізде мына азаматтық авиация комитетінің орынбасары болып отырған адам осы техникалық жағдайынан мына біздің Европадағы қара тізімнен шығаруға үлкен үлес қосқан, біздің мына жеке авиакомпаниялармен біздің мына президент тасымалдайтын авиакомпанияның техникалық жағынан басшысы қазір Өзбекстанда жұмыс істейді. Оның қарауында 20-дан астам өзіміздің инженерлеріміз жұмыс істейді. Бұған қарағанда сондай ой келеді, бір жағынан ойлайсың да, біздің мамандар тәжірибесі нашар шығар, олардың мүмкіндіктері шектеулі шығар деп ойлайсың, бірақ мына жағынан қарасаң, біздің көршілес елдер оларды ұстап алып өздеріне шақырып, қазір өздері үлкен қарқынды даму жолында. Біз оларды неге пайдаланбай қалдық? Қай себептен оларды ұстамай қалдық? Мына кеше біздің Қазақ Эйрдің ұшқыштары айтып отыр ғой, жалақымыз мына төмендеді. Енді былай әуежаймен салыстырсаң, жалақылары жақсы. Себебі аймақтардағы әуежайлармен салыстырсаң, жалақылары одан да төмен. Бірақ нарықтағы жалақымен салыстырсаң, әрине ол өте төмен. Енді бізде әуе мамандарының жетпеушілігі бәрімізге де мәлім. Шетелде енді тәжірибелі мамандар одан да көп жалақы алады, артынан жаңа хедхантерлар артынан жүріп жұмыс істейді. Ол бәрі осы саладағы мамандардың жетпеушілігі. Бірақ бізде оған қандай кедергі бар? Бізде мысалы үшін техникалық мамандықтарды қалаған жерде оқытуға болады. Болашақпенен магистратураға оқуға болады. Мүмкіндіктеріміздің бәрі бар. Бізде енді көп елдің ішіндегі жалғыз мемлекет шығар, ұшқыштарды өздеріміз үкімет тарапынан мына біздің азаматтық авиация академиясында өзіміз даярлаймыз. Алматыда, иә? Алматыда. Оған қоса инженерлерді өздеріміз даярлаймыз. Себебі мысалы үшін шетелде ол авиакомпанияның несіне түседі, авиакомпания оған көп шағымданады. Себебі ақшасын шығару керек, тәжірибелі мамандарды оқыту керек, басқа оқу орындарына жіберу керек оларды. Бізде үкімет осы мәселені мына азаматтық авиация академиясы арқылы қамтамасыз етіп отыр. Оған қоса әрбір үлкен эксплуатант, авиакомпания болсын, әуежай болсын, өздерінде әдейі осы авиациялық оқу орындарын ашып отыр. Қазір шатаспасам 20-дан астам оқу орындары бар. Авиакомпания, Эйр Астана авиакомпаниясы өзінің обучение программасыменен мақтанады. Өздеріне ұшқыштар даярлаймыз деп. Бірақ соған қарамастан біздің мамандар шетелде жүреді. Оған қоса өте сұранысы жоғары мамандар болып саналады. Себебі Қазақстанның мамандары мына шетелдің, Европаның мамандарынан жалақысы төмен болғанменен квалификациясы басқа елдерден жоғары. Сондықтан оларға үлкен сұраныс та бар. Олардың енді мүмкіндіктері, сосын мына енді Эйр Астананың да бір несі бар шығар, сондай тәжірибесі мол болғандықтан басқа авиакомпаниялар мен әуежайларда жұмыс істеуге мүмкіндіктері туады. Енді бұны кейбіреулер пайдаланады. Мына мысалы үшін Қазақ Эйрдің ұшқыштардың айтып отырғаны, оларда енді оқу орнын бітіріп жаңадан авиакомпанияға кіргенде көптеген келісім шарттарға қол қойғызады да, оған жұмсаған ақшасын мойнына ілгізіп қояды. Ол халықаралық тәжірибе. Бірақ бізде сондай жағдайды пайдаланып, жалақыларын енді нарықтағы жалақыдан аз қойып тұр. Саған жұмсаған ақшаны сен қайтару керексің деген сылтауменен осы жерде осал жерлері бар. Себебі нарықтағы ұшқыштардың жалақысы менен
жақсы жергілікті ұшқыштар тең алмаса да оған жақындату керек. Қазіргі салыстырып отырсаңыз енді бірнеше рет төмен жалақысы. Бұл да меніңше дұрыс емес. Жақсы, негізі бірақ бір жағынан қараңыз, сіз осы саланың үздік маманысыз, супер профессионалсыз, бірақ сізді жаңа экспат ретінде жаңа шетелде басқа бір компания шақырса, ол норма ғой, негізі әлемдік тәжірибедегі норма жағдай. Ол жаңа әлеуметтік жағынан қарамай, сен жақсы үздік маман болып тұрсың, сені шақырып тұр. Мені мысалы үшін шетел компаниялары шақырып отыр, мен өзім басым тартып отырмын. Себебі мен кетіп жатсам, басқаларда осы маманды енді бәрі кетіп жатқан кезде біреу қалып кішкене көрсету өз. Енді мен де мысалы үшін бүгінге дейін шетел компанияларына осы жерде өкіл ретінде, осы жерде консультанты ретінде көмектесіп жүрмін. Қазақстанның осы орталық Азияның осы орталық Азия елдерінде қызмет етіп жүрмін. Бірақ маған мысалы үшін өзімнің бұрынғы бастықтарым, басқа осы халықаралық азаматтық авиация саласында жұмыс істеген басшыларым өзінің жаңа жұмыстарына ауысқанда бірнеше рет шақырған. Мен сосын бәрін салыстырып өз елімнен мен кетіп жатсам, онда бұл мәселені кім айтады, осы мәселені кім көтереді деген ойдамын. Жақсы, Абыл мырза, жаңа бір сөзіңіз айттыңыз, кешігу мәселесі, ұшақтардың кешігуі. Қазір енді трецті білесіз ғой, қазақтар трендте жүр ғой, трецті. Бір жазбаны оқып қалдым, Флайерстанға собеседование дейді, сұхбаттасуға барып кешігіп бардым да, бірақ жұмысқа алып қойды дейді, сондай бір әзіл түрінде жеткізіп тұр мысқылда. Бір қалыпты жағдайға айналып кеткендей ұшақтардың кешігуі. Сосын тағы бір жазбалар бар, кейде бір әртістер кешігіп жатса, оларды бір өткізіп жібереді да, бұл енді сен әртіссің, жаңа жұлдызсың, халық алдында жүрген адамсың деген сияқты. Неге тұтынушыларға бірдей условия жоқ? Ол өзімізден де ғой. Енді мына мен жаңа айтып кеттім ғой, қазір Астана әуежайы ұшу қону жолағын ремонт өткізіп жатыр күндіз. Сондықтан кестені қазір мына бізде ұшақтар Астанаға ұшып, Астанадан ұшатын кестені олар өзгертіп отыр. Ол жерде ұшақ жетпей жатыр. Ұшақтардың енді ішкі креслоларының саны да әртүрлі. Сондықтан осы жерде мына инфрақұрылымымыздың нашарлығы әсер етіп отыр. Оның үстіне ұшақтардың саны жетпеушілігі. Ол да қатты әсер етіп отыр. Оған қоса біздің мына аймақтардағы әуежайларымыздың инфрақұрылымдық жағдайы да нашар. Мысалы үшін сәл бір кешіктіру болса, жарты сағат кешігіп қалса, ол келесі рейсіне 1 сағатқа кешігіп барады, оның артындағы рейске 1,5 сағат кешігіп барады. Ондай жағдайлар бар. Оны да түсінікпенен қарау керек, себебі ол техникалық жағдай болса, ұшақты техникалық бір ақаулар болса, қашанда ұшқышта, техникта рұқсат бермейді. Олар толық сол мәселені шешпей ұшақты ұшыруға мүмкіндік бермейді. Сондықтан бұны да түсінікпенен кейбір кездерде мына ұшақ сынып қалды десе, екінші ұшақ қайда дейді. Ол жоқ. Ұшақ жоқ. Жетпей жатыр. Ол сол өзінде жетпей жатыр. Себебі мына Air Астананың 7-8 ұшағы қазір жерде тұр. Олар қызмет жұмыстарын бір жарым жылға дейін ұзақ алатын қызметтерін атқарылып жатыр ол ұшақтар. Ол жаңа болсын, ескі болсын, оған қарап атқан жоқ. Мына ұшақтың қозғалтқышындағы бір техникалық жағдай болғандықтан сондай тексеруден өткізіп жатыр. Ол да әсер етеді. Оған қоса бізде соңғы 1-2 жыл жақсы қуанышты нәрсе, ұшып жүрген адамдардың санында 10-15% өсіп жатыр жыл сайын. Ол да үлкен жетістік деп мен өз басым ойлаймын. Оған әсер ететін біздің көршілес елдер бар, мына жағдайға байланысты. Бірақ соның өзінде ол үлкен мүмкіншілік. Авиакомпаниялар қазір өзінің қаржылай жағын жақсартып алып, бірақ тек қана өздеріне жұмсамай, осы өздерінің ұшақтарының санын арттыруға, қосатын атқаратын жұмыстарын бәрін қызмет сапасы мен мамандар даярлауына
толығымен жұмсаса, онда жағдай жақсаратын секілді. Енді мысалы қараңыз, мен бір ай бұрын билет алып қойдым, Түркістанға барып той болады бір ай бұрын. Бірақ мені жаңағы самолеттің техникалық жағдайы, оның кешігіп қалуы, ол туралы мен ойламауым керекпін ғой. Оны неге әуе компанияның жаңағы қызметкерлері техникалық жөндеуден дұрыстап өткізіп қоймайды? Мысалы қараңыз, мен алыс жолға шығатын болсам, мен көлігімді толық тоғыдан өткізіп аламын ғой бірінші, жан-жағын қаратып, барлығы дұрыс деп. Бір ай бұрын өткізіп аламын да, соны сенімді болғаннан кейін жүремін. Неге олар өйтіп істемейді? Бұл халықтың негізі базынасы, былай айтқанда. Ол өте орынды мәселе. Негізі бізде ұшақтардың жетпеушілігі осыған әкеліп отыр. Екінші мәселе бәсекелестіктің жоқ. Олар бәрібір басқа ұшақ жоқтығына қайда барасың? Біз ғана барамыз мұнда. Мысалы үшін шетелде мұндай жағдай болып жатса, келесі авиакомпанияның билеттерін алып беріп отырғызып жібереді. Өздері сол компания компенсация ретінде ең жақын келесі рейске билет алуға мүмкіншілік іздейді. Мысалы үшін кейбіреулеріне сен асығып отырсаң, сондай жағдай жасау мүмкін. Асықпайтын адамға қонақ үйін ұйымдастырып береді. Билетті тапсырам деген адамға билетін толығымен тапсырып береді. Оған қоса қарастырылған айыптауын да төлеп береді. Ол авиакомпанияны мына біздің құзыретті органдар кешіктіруге, рейстерді уақытылы ұшуға мәжбүрлеу керек. Ол заңнама арқылы. Енді қазір қарасаңыз, бәсекелестік жоқ болғандықтан, басқа авиакомпаниялар жоқ болғандықтан ұша алмай қаласың. Мысалы үшін күніне 3-4 рейс ұшатын болса, бір болмаса екінші ұшаққа отырғызып жіберу мүмкін еді. Ондай өкінішке орай бізде талап та жоқ, ондай мүмкіншілік те жоқ. Бізде заңда бар ма осындай, егер ұшақ белгілі бір 3-4 сағатқа кешіксе, оның орнына жаңағы компенсация ретінде жарты сомасын қайтару керек, немесе тамақ беру керек деген сияқты? Бар, оның бәрі қарастырылған. Заңнамада оны үлкен жұмыс, біздің мәжіліс осы мәселе бойынша үлкен жұмыс атқарды. Бірақ оның өзі жетпей, енді біртіндеп қосып жатырмыз ғой. Сондықтан мысалы үшін 3% сағатына билет бағасынан асып түспеу керек. Ондай айыптұл бар. 6 сағат кешіксе ма, 3 сағат кешіксе ма, тамақтандыру мәселесі, қонақ үйді мәселесі, оның бәрі қарастырылды. Телефон немесе электрондық почтамен хабарлама жіберу, оның бәрі қарастырылған. Бірақ өкінішке орай бізде бәсекелестік жоқ. Рейстердің саны аз. Сондықтан ол жерде бұл жағынан ешқандай авиакомпания айыптауын бәрін төлейді, тамағын бәрін береді, суын бәрін қамтамасыз етеді, керек болса қонақ үйге жеткізіп береді. Бірақ рейстердің саны аз болғандықтан бұл тұтынушыға ешқандай мәселе жауап бермейді. Кешігіп қалса кешігіп қалады. Себебі сол себептен көбісіне мен өз басым ұшақпен ұшпай басқа машина немесе пойызбен жүруге тырысамын. Жақсы, тағы бір резонанс жағдайға келейікші. Домбыра тартатындар кейде рейс самолеттің ішіне домбыраларын алып кіре алмай жатады. Бұл негізі заңды түрде дұрыс қой, домбырамен мысалы ұшақтың ішіне кіруге болмайды деген. Әр үйдің дәстүрлері әртүрлі. Иті қарғасқа дей ма? Сол бұл жерде де мына біздің авиакомпанияның менеджменті оны дұрыс түсінбейді. Мысалы үшін домбыраның бізге қаншалықты өзіміздің қымбат екенді түсінбейтін шығар. Құндылығымыз екенін түсінбей жатады. Ол сондықтан сондай халықаралық тәжірибе болғанменен жергілікті өзіміздің енді ата-бабамыздан келген нәрселерді енді мен өзім құрметтеу керек деп санаймын. Сондықтан бұл жерде осы жерден біз қақсап отырған жергілікті мамандар деп айтуымыздың да себебі осы. Себебі мысалы үшін шетелдің мамандар ол құндылықтарды түсінбейді, түсінгісі де келмейді. Мынандай кейбір кездерде жағдай болып қалғанда, мысалы үшін мен өзім осы салада жұмыс істегенде бірнеше рет
осындай жағдай болып қалғанда ұшайын деп тұрған жігіттерден сұрап билеттерін ауыстырып алып келесі рейске алып беріп жағдай болып жатқан адамдарға сол рейспен ұшуға көмек жасауға тырысасың. Ал авиакомпания оны түсінгісі де келмейді, ол жағынан сөйлескісі де келмейді, бірақ олардың құралдары да мүмкіншіліктері де мол. Бұл да мен айтып отырған әр үйдің дәстүрі басқа деген. Жақсы, Абыл мырза, қаузайтын бір-екі тақырып қалды. Соның бірі 2019-ға оралайықшы, Бек Эйр компаниясы. Жалпы осы оқиғадан кейін әуе компаниялардың нені алмай қойық, Эйр Астана алмай қойық, басқаларын, осы компаниялардың ұшақтарының техникалық жағдайы дұрысталды ма? Енді Қазақ Эйрдің ұшақтары кешегі Қостанайда болған жағдайды ескере отырмасақ, былай осы саладағы ұшақтардың жасы менен жағдайына байланысты ешқандай наразылық жоқ. 2015-2017 жылы шыққан ұшақтар, былай осы ортақ саладағы немен санасаң, ол жаңа деп саналатын ұшақтар. Енді өзіміз тұтынушы болғандықтан ішіндегі ұшақтың бір жерін сындырып немесе бір жерін шұқып отырмасақ, енді ұшақтардың қал жағдайы нашар емес. Скат авиакомпаниясы соңғы кезде ұшақтардың санын арттырып, жаңа ұшақтарын алып жатыр. Ол да бір үлкен жетістік деп мен өз басым ойлаймын, себебі скаттың ұшақтары қазір бір туристік бағыттардың көбісін қамтамасыз етіп отыр. Оның ұшақтары да соған түгел жағдайы менен сапасы келіп отыр. Ол да үлкен жетістік деп мен өз басым ойлаймын, себебі мен есімде ескі Антонов 24 ұшағымен ұшатынбыз Скат авиакомпаниясы. Қазір осы соңғы буын ұшақтар Макс Боингмен ұшып жүрміз. Сондықтан ол жерде ешқандай мен үшін сұрақ туындыратын мәселе жоқ. Бірақ ұшақ саны, сапасы, қызмет сапасын енді ол күнделікті жұмыс. Ол бір рет жасап алып, ертеңге қалдыруға болмайтын мәселе. Ол күнделікті өзінің талабымен жұмыс істейтін жағдай. Осы Бек Эйрдан кейін авиация саласында үлкен реформа болды деп ойлайсыз ба сіз? Енді менімше Бек Эйрді пайдаланып өзгерістер енгізді. Әсіресе мына бәсекелестікке енді бұрын Бек Эйр бағасында төмендетіп, ұшатын бағыттары да басқа болғандықтан ол жерде бәсекелестік болатын. Енді Бек Эйрді жойып жіберіп, орнына Флайарстан тап болды. Былай уақытын салыстырып көрсеңіз, мына Бек Эйр жоқ болғандықтан Эйр Астананың орнына бір толықтыру үшін осы Флайарстан әкелді. Енді Бек Эйрдің енді қазір сот болып жатыр. Оған дейін соттың шешімі шықпай тұрып бірдеңке айту қиын, бірақ мен тексеру енді бізде азаматтық авиация саласында өздерінің тексеру бар. Ол мына құзыретті органдарға бағынбайтын осы саладағы не себеп болған, келешекте осындай жағдайды болдырмауға қандай іс-шара қолдану керек деген өзіміздің азаматтық авиация саласының мамандарының жазған несі бар, отчеты бар. Ол жерде нақты түгел жазылып тұр. Енді ұшақ мына бізде осы мәселені мен бөлек түсіндіріп кетуім керек. Әуежайда маңайында көп үйлер салынып тастаған. Ол бір жағынан түсінікті де, екінші жағынан қауіпті. Мына Бек Эйр ұшағы үй тұрмаса, тағы да бір 200 метр жер өтіп тоқтай қоятын еді. Онда адам өлім санында аздау болады. Болмауы да мүмкін еді. Бұл түгелменен саналған мәселе. Бірақ тура осындай жағдай Шымкент қаласындағы әуежайдың бір
бағыты ұшып қону жолағының бір бағыты жабық тұр қазір. Себебі ар жағында үйлер салып тастаған. Осы мәселені ешкім дұрыс қарамаған. Енді үкімет жаңа ұшып қону жолағын салатын болды. Ол да шығын. Ол қарайған шығын. Енді осы мәселені мен өткенде өзім өтініш арқылы жазып едім. Осы жерді дұрыс қаралды ма? Келешекте мына бұрынғы ескі ұшып қону жолағындағы жағдайға ұшырамаймыз ба деген сұрақ туындап отыр. Себебі қазір ол тек қана Шымкент емес, ол тек қана Алматы емес. Ол бір қатар басқа әуежайларымызда да сондай, Атырауы бар, Ақтөбесі бар, басқа әуежайларда да осы әуежайдың жанындағы жерлердің бәрін үй салуға рұқсат бермеу керек. Ол өзі халықаралық деңгейде өзінің талаптары бар. Сол талаптарға сәйкес осы жердің бәрі 25-50 жылға жоспарланып қою керек. Қазір сондай мақсат қойылған. Мысалы үшін Астана, Алматы үлкен әуежайлар өздерінің мастер пландарын жасап, осы мастер планды қаланың даму жоспарына енгізу керек. Себебі осы жерлер түгелменен келешекте, мына Алматы әуежайымен салыстырып көрсек, Алматының түгел жан-жағы салынып тастаған, осы әуежайды дамытуға мүмкіншілік жоқ, жер жоқ. Ана жерді сатып алу керексің, ол иелері бағасы, нарықтағы бағасын алғысы келмейді, одан да қосып соттасып жатады. Сондықтан осы әуежайдың маңайындағы тұрғын үйлердің, жеке меншік үйлердің бәрін нақты қадағалап отыратын бізде орган қазір азаматтық авиация әкімшілігі, сол қазір бір қатар жұмыстарын атқарып жатыр. Бірақ ол жеткілікті ме, олардың құзыреті жетеді ме, ол осы мәселе қазір сұрақ туындырып отыр. Сондықтан мына БКР жағдай қайталанбайтын жағдай жасау үшін біз әуежайлардың маңайын түгел тексеріп шығу керекпіз. Тағы да бір мысал ретінде айтып кетейін. Қазір өзіміздің елордамыздағы әуежайда ангар салатын бос ұшып қону жолағына шығатын алаңдағы жер жоқ. Бәрін салып тастаған. Ол жеке меншік осы аэропортқа қатысы жоқ мекемелер салып тастаған. Енді әртүрлі құзыретті органдары бар, әртүрлі әскери жағдайлар бар. Бірақ қазір мысалы үшін әуежайды дамыту үшін біз техникалық жұмыс өткізетін ангарлар салу үшін жер жоқ. Осы азаматтық авиация ұйымының жалпы құзыреттілігі қаншалықты әуе компанияларға өтеді? Қазір осы ол енді соңғы 5 жыл ғана құрылған, енді әкімшілік па әлде ол түсініксіздеу. Бірақ жаңадан құрылған ұйым болғандықтан қазір өзінің тәжірибесін жинақтап жатыр. Керек жерлерінде заңнамаға керекті өзгерістерін енгізіп жатыр. Әлі де біраз уақыт кететін шығар, бірақ бұл тәжірибе халықаралық деңгейде жақсы қабылданды, жақсы баға берілді. Ол тәжірибелі шетелдің мамандарын тартуға мүмкіншілік туындырды. Сондықтан бұл әуе қауіпсіздігіне әсер ететін, ұшу қауіпсіздігіне әсер ететін бір оң бастама болатын. Бірақ бізде бастама болғанменен оның орындалуы екінші мәселе. Ол нақты орындала ма, қаржыландыру мәселесі бар, мамандар тапшылығы, оларды даярлау, халықаралық ұйымдарменен келісім шарт құрып жұмыс істеу, оның бәрі осы мамандарға байланысты. Бізде соңғы 2 басшы шетелдің мамандары еді. Қазірдің өзі жарты жылдай азаматтық авиация әкімшілігі басшысы отыр. Орынбасарлары бірінен ауысып, 1 айдан жұмыс істеп отыр. Бұл да бір жағынан өте енді қауіпті мәселе. Себебі қауіпсіздікке жауап беретін маман жоқ. Олар бір-біріне ай сайын ауысып отырады. Екінші мәселе,
бұндай бастаманы осы басында осы басшысыз қалдырып қойған, ол да бір маған қызық көрініп тұрады. Анандай қаржы бөліп, мамандарды даярлап, шетелден қаншама экспаттарды тартып басшысыз қалдырып қойған, ол да маған түсініксіз нәрсе. Ол жерде мына тура Эйр Астанадағыдай ауысатын болса, өзінің орнына алып келетін адамын 2-3 ай бұрын таныстырып, бірге 2-3 ай жұмыс істеп, таныстырып кете қоятын жағдай. Осы тәжірибені біз негізі басқа да өзіміздің саладағы мекемелерге енгізу керекпіз деп мен өз ойлаймын. Себебі әуе қауіпсіздігінің бірінші қағидасы ол мына человеческий фактор дейді. Енді адами факторды өзіміз құрып отырмыз. Осы қауіпсіздікке жауап беретін ұйымының басшысы жоқ. Осы адами фактор емес пе? Соңғы сұрақ болсын. 3 жыл бұрын сұхбат берген екенсіз. Нұрсұлтан Назарбаев, бұрынғы президент, әлі күнге дейін борт нөмір 1 самолет өзіне тиесілі деп. Жоқ, оны қайтарып берді. Толық қайтарылды. Үстінде латын әріпімен Қазақстан деген жазу жазылды. Халықаралық үлкен кездесулерге мақтаныш, енді еліміздің президентін көргенде мақтанышпен қарайсың, себебі әртүрлі елдер әртүрлі ұшақпен барады, бірақ біздің еліміздің президенті ұшағы ескілеу болса да, оны да ескертіп қою керек. Ол ұшақ 15 жастан асты. Ескілеу болса да, енді көп ұшпайтын болғандықтан техникалық жағынан қарап отыратын ұшақ қой, бірақ жасын айтқанда жасы келіп қалған ұшақ негізі. Бірақ басқа елдерден кем, артық емес. Сондықтан енді президентіміздің қауіпсіздігіне байланысты ол өзінің қажетті ұшақтарын пайдаланып шығар деп мен өзі басым ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Айтылмаған сөздер бар ма, әңгімелер? Рахмет сізге, осы студияға бірінші рет келіп отырмын. Көрермендеріңіз көп болсын, талқыланатын тақырыптар мол болсын деп. Солардың бәрі қазақша аяқтап жатырмыз, тілек айтып бір-бірімізге. Рахмет сізге. Жақсы, рахмет.